Жер бетінде апокалипсис болып, адамзаттың 90% қырылып кетеді. Тек бір әдемі қыз бен жас бала ғана тірі қалады. Енді олар өз ұрпақтарын жалғастыру керек. Сәлем достар. Бүгін біз сендерге 2015 жылы шыққан екінші туылу деп аталатын керемет фантастикалық фильмге шолу дайындадық. Лиеда атты қалада 10 жасар Дидаг есімді бала механизаторға трактор жөндеуге көмектесіп жатты. Радиода болса күшті магниттік дауылдардың жерге жақындап келе жатқанын хабарлайды, бірақ механик бұл жай ғана сылтау екеніне сенімді. Бұл кезде 20 жасар Альба есімді қыз мопедіне отырып, қазір үңгірде кондиционер жөндеуші болып жұмыс істейтін әкесі Дариге барады. Содан кейін Альба қалаға оралып, Трене атты әйел және оның ұлы Дидакпен кездеседі. Қыз ол балаға ағылшын тілін үйретеді екен. Бір кезде бұзақылар Дидакты қорқытып, дереу қашып кетеді. Үйге оралған Альба әкесінің Барселонаға бара жатқанынан хабар табады. Келесі күні бұзақылар ақыры баланы ұстап алып, көлге лақтырып жібереді. Бұны көріп қалған Альба бірден көмекке асығады. Қыз баланы судан шығарып, есін жияды. Жағалауда нағыз апокалипсис болып жатыр екен. Күшті магниттік дауыл планетамыздың бетіндегі барлық тіршілікті өртеп жібереді. Дидак қыздан оны үйіне апаруын сұрайды. Ол жерде анасын, жанып жатқан үйінділерінің астында өлгенін көреді. Бала үмітсіздіктен жылап жатыр, ал Альба оны үлкен қиындықпен тыныштандыруға тырысады. Қыз үйге барар алдында қажетті заттарды жинайды. Өкінішке орай, барлық ғимараттар өртеніп кетіпті. Альба телефон мен ноутбуктың ақаулы екенін, және тек күн зарядтағышының жұмыс істеп тұрғанын көреді. Содан кейін екеуі қираған қалаға жетеді. Ал қыз жас серігіне полиция көлігінен мылтық алуға рұқсат бермейді. Бір кезде қыз сәтсіз құлап, ауыр жарақат алады. Осыған байланысты олар осы жердегі Дидактың үйіне оралуға мәжбүр болады. Альба сағат сайын болып жатқан сұмдықтарды түсіру үшін жаңа бейне күнделік жүргізе бастайды. Қыз өзін нашар сезінеді және көп ұзамай оның бүйіріндегі жаралар қатты іріңдеп кеткенін түсінеді. Қызға шұғыл антибиотиктер қажет, бірақ оның тіпті тұруға күші жетпейді. Дидак батыл түрде мопедке отырады және дәрі алу үшін қалаға жалғыз барады. Таң атқанда қайтып келген бала қызға дәрі салады. Сосын Дидак мұңайып жанып кеткен үйінің қасына барады. Ол ақырындап гаражға кіргенде үлкен трактордың тұрғанын көреді. Таң атты. Альба өзін жақсы сезініп қалды. Оның жарақаты жаймен емделуде. Түнде қыз Барселонаға әкесін іздеуге баратынын айтып, бейне жазба түсіреді. Таңертең Дидак төсектен қан ізін көріп қорыққаннан айқайлайды. Қыз ол қандарды басқа нәрсе екенін айтып, баланы тыныштандырады. Дидак кенеттен оның балалы болғысы келетінін сұрайды. Альба жауап ретінде күліп қояды. Бірақ қыз оның ынтасын бөліспейді және ұлдың оның кеудесіне қол тигізуіне мүмкіндік бермейді. Бір-екі күннен кейін Альба мылтық дауыстарын естиді. Қараса Дидак атып жатыр екен. Бала енді оларды қалай болса да қорғау керектігін түсіндіреді. Бірақ қыз одан енді қару алмауды талап етеді. Арадан біраз уақыттар өтіп, олардың басқа тірі қалғандарды табуға деген үміті түтін сияқты сөнеді. Енді олар өздері үшін өмір сүрулері керек. Арадан бірнеше жыл өтті. Дидак енді әлдеқайда жетілген және күштірек жігіт болып келуде. Жас жігіт өзінің серігіне барған сайын тартыла бастайды. Қызда өзінің Дидакқа деген сезімі өзгергенін байқайды. Ол сұлуды сыртынан жасырын бақылағанды ұнатады. Мысалы, ол шешініп, душ қабылдағанда. Бір кез Альба серігіне қамыр илеуді үйретіп жатқанда, жігіт оның қолын жеңіл ұстайды. Ол артық шыдай алмай сұлуды сүйіп алады да қашып кетеді, ал қыз күлімсіреп қояды. Түнде күшті дауыл басталып, олардың барлық дерлік өсімдіктерін бұзады. Сондықтан олар баспаналарын тастап кетуді шешеді. Сонымен бірге олар тракторды қалпына келтіріп, екеуі Барселонаға қарай жол тартады. Олар қалаға жетіп келіп, ол жерден қыздың әкесінде, басқа тірі қалғандарды да таба алмайды. Альба әкесінің қайтыс болғанын түсініп, жылайды. Тіпті оны құшақтап қоштаспағанда еді. Дидак серігін тыныштандырады. Содан кейін екеуі қазір қираған үлкен Камп Нау стадионына бет алады. Мұнда жігіт сенімді түрде бірнеше голды бос қақпаға соғады, ал оның серігі жігіттің жеңісін видеоға түсіріп отырды. Жұптар бірге тамаша күн өткізуде. Ал кешке олар сезімдерін артық ұстай алмай, алғаш рет сүйісіп, түндерін бірге өткізеді. Бірнеше күнден кейін жұптар қаладан шығып, теңіз жағасында жаңа өмір бастайды. Көп ұзамай Альба жігітіне жүкті екенін хабарлағанда, Дидак оны мейіріммен құшақтайды. Босануға дайындалу үшін Альба қараусыз қалған кітапханаға барып, ана туралы кітаптар жинайды, ал жігіт аман қалған ойыншықтарды іздейді. Екеуі құрсақтағы баласына Кай есімін қоюды шешеді. Арадан айлар өтеді. Олар өздерінің жаңа өмірлеріне көніп кетті. Бір күні түнде Альба кенет ішінің төменгі бөлігінде қатты ауру сезімін сезінеді. Дидак дереу көмекке ұмтылады. Сөйтіп қыз оған дені сау ұлды өмірге әкеледі. Таңертең Альба жағалаудан шағын кемені байқайды. Қыз тірі қалған әкесі бар шығар деп аңғал үміттенеді. Бірақ Дидак басын бұлғап, мұнда басқа ешкімнің қажеті жоқ деп мәлімдейді.
Соған қарамастан Альба ұлын орындыққа жатқызып, кемеге қарай қолдарын бұлғайды. Қараса жағалауға бейтаныс адам пайда болады. Қыз оның қасына барғанда Дидакта уайымдап артынан жетіп келеді. Филипп есімді ер адам есін жиғанда, ол осы уақыт бойы басқа тірі қалғандарды іздеп жүргенін түсіндіріп, оларды кездестіргеніне қуанады. Ер адам қазір шағын аралда тұрады, бірақ ол уақытының көп бөлігін яхтада өткізеді екен. Қыз ер адамды қонаққа шақырады, бірақ Дидактың жүзінен бұл мүлде ұнамай тұрғанын көруге болады. Бұны байқаған Филипп яхтада өмір сүруді жалғастыруын айтады. Келесі бірнеше күн ішінде ер адам өзінің кемесін жөндеп, сонымен қатар Дидакқа апокалипсистің қазіргі жағдайында қалай аман қалу керектігін түсіндіреді. Бірақ та Дидак әлі де бейтаныс адамға сенбейді. Бір күні жігіт ол адамдың Альба баланы емізіп жатқанын көріп тұрғанын байқайды. Ер адам күлімсіреп, оларға өзі жақта аралары өндіретін өте пайдалы балды беріп, жақсы көрінуге ұмтылады. Бірақ та бұл мұңайған Дидакты күлімсіреуге әкемейді. Ал Филипп яхтасының дайын екенін және ертең оның жүзетінін айтады. Сол уақытта ер адам бүгін кешке өз яхтасында ерлі зайыптыларды шағын кешке шақырады. Яғни Филипп жастарды өз яхтасында қонақ етпекші. Бұны естіген қыз аралда іші пысқанын айтып, жігітін сонда баруға көндіреді. Кемеде Альба мен Филипп әңгімеге беріліп жатты. Ал Дидак жалғыз ойлаумен уақыт өткізеді. Ер адам тіпті кинопроектор арқылы олар үшін тамаша фильм қойып, жастарды яхтада түнеуге көндіреді. Келесі күні таңертең оянған Дидак олардың жағадан әлдеқайда алыстап кеткенін көріп таңғалады. Жігіт сүйіктісіне ескертпек болғанда Филипп оны қатты ұрып, суға лақтырып жібереді. Шуды естіген Альба оянып, дереу жігітіне көмекке асығады да суға секіреді. Сол уақытта жас жұбайлар зұлым бейтаныс адамның кішкентай ұлын ұрлап кеткенін қорқынышпен түсінеді. Яхтаны қуып жету мүмкін емес екенін түсінген екеуі өз жағаларына қайта жүзіп кетеді. Дидак ашумен жақын жердегі шағын кемені жөндеп жатқанда, Альба Филипптің барлық сөздерін есіне түсіреді, және көп ұзамай оның қай аралда тұратынын болжайды. Жастар кемені жөндеп аралға жүзіп барады. Олар алыстан баланың айқайын естиді. Дидак әзірше бейтаныс адамға оқ атқысы келмейді. Оның аралда сыбайластары болуы мүмкін және бұл олардың ұлына қауіп төндіреді деп қорқады. Филипптің омартаға баруын күткеннен кейін, жастар зұлым адамның ұлдарын торда қамап жатқанын біліп, қатты қорқады. Дидак құлыпты бұзып кіруге тырысып жатқанда, қыз оларды қорғап тұрды. Филипп қауіп-қатерді сезіп, байқатпай жүгіріп келеді және қызды тұтқынға алады. Осыдан жігітте берілуге мәжбүр болады. Ер адам оларды сол жерге байлап қояды. Ол тек басқа адамдарға жақын болғысы келгенін айтып жатты. Альба бейтаныс адамдан баласын тамақтандыру үшін оны жіберуге көндіреді. Сонымен бірге Филипп қызға бұйрығын орындаудан бас тартса, оны өлтіремін деп қорқытады. Альба ұлына жүгіріп барып, оны тамақтандырады, ал Филипп оларға бір түрлі қарап тұрды. Жеткілікті көріп біткен соң ер адам келеке ету үшін Дидакқа қайтады. Ал қыз осы сәтті пайдаланып ұлын алып қашып кетеді. Алайда ер адам қашқынға асықпайды және оның одан қашып кетпейтініне сенімді. Ер адам қолына сым алып жігіттің аяғын қатты қысады. Салдарынан жігіт есінен танып қалады. Сосын ер адам қыздың ізінен түседі. Кішкентай төбенің жанынан баланың жылаған дауысын естиді. Алайда Филипп төменге түссе, мұның тек Альбаның телефонынан түсірілген жазба екенін көреді. Бұл кезде Альба пышақпен Дидактың қолдары мен аяғындағы арқандарды кеспек болады. Бірақ қайтып оралған Филипп оның бастаған ісін аяқтауға мүмкіндік бермейді. Қаскөй қашқынға баланы бесікке салуды айтады. Содан кейін жаза ретінде қыздың аяғынан атып тастайды. Осы сәтте Дидак өзін сәтті босатып, пышақты зұлымның арқасына сұғып алады. Алайда Филипп оны қайтарып алады да екеуі төбелеске кіріседі. Ақырында Дидак жауды өлтіріп үлгереді. Бірақ сонымен бірге жігіт өзінің де ақыры жақын екенін түсінеді. Себебі ер адам оқ атып үлгерген еді. Жігіт баласын соңғы рет сүйеді де жерге құлайды. Альба қансырап жатқан жігітіне көмектесуге тырысады, бірақ пайдасы жоқ. Жігіт оның қолында өледі. Қыз не істерін білмей жағада ұзақ жылайды. Содан кейін ол су толқындарына сүйіктісінің денесін жұтуына мүмкіндік береді. Арадан бірнеше жыл өтті. Альба мен ұлы бір үйде тұрады. Бала есейіп, қазір әкесі сияқты футболға қызығады. Жеткілікті ойнаған бала анасының тізесіне отырған кезде, Альба қайғылы күлімсіреп, оған қайтыс болған атасымен бірге бейнелердің бірін көрсетеді. Және осы жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, шолу сіздерге ұнады ма? Пікіріңізді жаза кетіңіз. Осымен біздің видео өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.